Сатурнның оның сақиналары мен серіктерінің ғажайыптарын ашуға аттанған ержүрек жиһангез. Ғарыштағы 20 жылдан кейін НАСА-ның Кассини ғарыш аппаратының отына таусылуға жақындады. Сатурнның тіршілікке қолайлы жағдай болуы мүмкін серіктерін қорғау үшін бұл ұзақ саяхат тым әсерлі аяқталмақ. 5, 4, 3, 2, 1. Кассини Сатурнға миллиард шақырымдық жолға аттанды. Мұнараны босаттық. Жүйелерді тексеру. 2004 жылы күн жүйесінің басып өткен 7 жылдық сапардан соң Кассини Сатурнға жетті. Жоспарлы орбитаға шығу жүзеге асты. Ғарыштық аппараттың жолаушысы болды. Ол еуропалық Гюйгенс сонды. Сыртқы күн жүйесінің алыс әлеміне қонған адам қолының тұңғыш туындысы. Атмосфераға ендік. Сатурнның серігіне жақындап келеміз. Кассини 10 жылдан астам Сатурн мен оның мұзды серіктерінің кереметтерімен бөлісіп, бізде метан өзендері, метан теңізге құйып жатқан, немесе тіршілікке қажетті құрамдастары болуы мүмкін. Сұйық су мұхитының затын, мұз бен газ ағыны ғарышқа шашып жатқан таңғажайып әлемдерге жеткізді. Және Сатурн долы дауылдар мен гравитацияның нәзік үйлесім билеген алып әлем. Енді Кассинидің соңғы, ең жауапты тапсырмасы қалды. Кассинидің үлкен финалы мүлдем жаңа міндет. Сатурн мен оның сақиналарының арасымен 22 рет ұшып өту қажет. Сатурнға қай кездегіден де жақын барған Кассини әлі зерттелмеген бұл аймақты шиырлап, сақиналардың түзілуі мен планетаның ішкі табиғаты туралы жаңа мәлімет іздемекші. Соңғы айналымда Кассини Сатурнға құлайды. Ол ақырына дейін антеннасын жерге бағыттауға тырысып, өзінің соңғы сәлемін жолдаумен болады. Саяхат Сатурн көгінде аяқталады. Кассини алып планетаның бір бөлігіне айналады.